Ал құстардың ішіндегі ең әдемісі, ең сұлуы Әтеш болған екен. Ол өте тәкаппар екен. Жүрген жүрісі маңғазданып, қоқырайып, бірде-бір аңмен де, құспен де сөйлеспейді екен. Әтеш сондай тәкаппар екен бұл ертегіде, иә? Ал тәкаппар болу қандай қасиет? Жақсы ма, әлде жаман ба? Сен қалай ойлайсың? Әрине, тәкаппарлық жақсы қасиет емес. Сондықтан да тәкаппардың жанына ешкім жоламайды ғой. Әтештің де жалғыз серігі тоты құс екен. Одан басқа ешбір аң құс оның қасына жоламайды.